Жүзінші суреттегі дөңгелек диаграммадан қандай сұрақтарға жауап алуға болады дейді. Мына есептің бірінші шарты. Бұл жерде мынандай сурет берілген екен. Өмір салты 50% дейді, генетикалық мұра 10%, экологиялық әсер 10% және медициналық қызмет көрсету сапасы 10% екен. Бұл берілген бір критерияларға байланысты осылай олар өлшеген екен. Енді біздер бұған қарай отырып, мына жерде көріп тұрық жасыл түс, ол мына өмір сүру салты 50% екенін мына жерде көрсетеді. Сондықтан біз сол мәліметті ала аламыз, иә. 50% өмір салтына байланысты екен. Генетикалық мұра дегенді біздер мына жерден көріп тұрық 10% екені. Түсіне байланысты ажырата аламыз. Экологиялық әсер бұл мына сұр түс 10% екен. Және медициналық қызмет көрсету ол мына 30% екен. Біздер осылардың әрқайсысына жаза аламыз. Өкінішке орай қандай нәрсеге байланысты ненің шешімі екені, ненің салыстырулар екені жазылмаған. Бірақ сендер кем дегенде осындай мәліметтерді ала аласыңдар. Бұл берілген диаграмманы түсіну бойынша есеп. Екіншісі, енді осы мәліметтерді бағанды диаграммамен және кестемен көрсетіңдер. Кестемен көрсеткен дәл осыны жазасыңдар да, мынаны бірінші бөлігінде мыналар болады, және екінші бөлігінде мына сандар болады, яғни былай болып тұрады да. Мына сөздерін мына жағына жазасыңдар, және сандарын мына бағанға жазасыңдар. Енді бағандық диаграмма бойынша қалай саламыз? Біз оны өлшем бірлігін тағы да 10 деп алайық. Сонда бізде өмір салты 50 дегеніміз ең үлкені болады. Мына жерде 50 болсын, бұл яғни 5 сантиметрда биіктікте. Екіншісі 10 дегеніміз ол шамамен мына жерде болады. Үшіншісі тағы да 10 болады. Және төртіншісі 30 болады. Ол шамамен мына жерде. 30. Мына жерде 10. Мына жерге әрқайсысы неге байланысты екенін жазып кетеміз. Генетикалық, экологиялық және медициналық қызмет көрсету.